Баршаңызға қайырлы күн. Аяудың асханасына қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге кезіндегі апа-аталарымыз жасаған холодецтің жасау жолын көрсететін боламын. Бұл холодецті мен ата-енемен бірге бірігіп жасадым. Ерекшелігі сәнделуінде. Осы холодецті бірге жасаймыз. Ең алдымен суымызға сиырдың аяқтарын саламыз жақсылап. Үстіне тұзымызды салып, бетін жауып, қайнағанша қалдырамыз. Жақсылап қайнауы керек. Қайнағаннан кейін бетіндегі көбігін алып, бірінші қайнаған суымызды төгіп тастаймыз міндетті түрде. Себебі майлы болып кетеді. Сол себепті бірінші суымызды төгіп тастаймыз. Екінші суымызды құйып, үстіне сәбізімізді, пиязымызды саламыз. Пияздарымызды көбірек салғанымыз дұрыс, сонда дәмі ерекше болып шығады осылардың. Және де лавр жапырағын бұрышымызды салып, бетін жауып, қайнағанша қалдырамыз. Бірнеше сағат қайнауы керек, 7-8 сағатқа, менікі 8 сағат қайнады. Барлығы беттері өз-өзінен алынып қалу керек. Неге дәл осы видеодағыдай бөлініп алып қалса, міндетті түрде жақсы болып шығатын болады. Осылай сорпасынан етімізді алып, сүйектерімізді алып, сорпасын міндетті түрде сүзгіштен өткізіп аламыз. Ішіндегі керек емес заттарын сүзгіште қалып қояды. Осылай барлығын майдалап тураймыз, етімізді де сүйектерінен бөліп, жеке ыдысқа барлығын салып аламыз. Әдемі форма шығару үшін үйдегі әдемі ыдыстарыңыздың астына осындай сәндік ретінде қолдансаңыздар болады. Мен жұмыртқа және сәбізді пайдаландым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен осылай сәндедім. Осылай әдемі етіп сәндеп, барлығын ішіне салып, дәл осы видеодағыдай салып шығасыздар. Толтырып салудың керегі жоқ, себебі бетіне сорпаларыңызды да құятын боласыздар. Барлығын осылай салып шығасыздар. Және де мен видеоға түсіруді ұмытып кетіппін. Сорпаларыңызға чеснокты ұсақтап тұрып өткізіп, сорпаларыңызға қосып жерсеңіздер, чесноктың дәмі де керемет болып шығады. Осылай сорпаларыңызды барлығына құйып, салқын бөлмеге, болмаса холодильникке бір күнге қалдырып қоясыздар. Сонда өз сақталып, қатты болып шығатын болады. Мен холодильникке салдым барлығын. Мінеки осылай етіп, холодильникке салып қойдым. Мінеки менің холодецтерім дайын болды. Ата-енеммен жасаған холодецтерім өте жақсы болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйлеріңізде үлкен кісілер болатын болса, міндетті түрде ұнайтыны сөзсіз. Енді кейінгі жастар біледі ма, білмейді ма, білмеймін. Менің үйімде ата-енемен бірге тұрғандықтан мен осылай жасап қуантуды жөн көрдім. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.